Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Дәрмецов лицейінің 9 А сынып оқушысы Қуаныш Ыршан. Мағжан оқулары сайысында «Мен жастарға сенемін» номинациясы бойынша «Сорлы қазақ» өлеңін оқимын. Сорлы қазақ жанан құмға тығылып, қара күнге тіккен туы жығылып, алға баспай біткенсі кергетіп, нәр тата алмай, күшсіз әлсіз бүгіліп. Оқу білім жақындатпай, жолатпай, қырын қарап қазағысын ұнатпай, бір ұйықтап сорлы қазақ тек жатыр, қанды жаспен екі көзін шылатпай. Қозғал қазақ, білімге жүгір кез келді, қылышын алып надандық саған кезденді. Шетке лақтар тұмақтай алып тұра кеп, ертелі кеш басына мініп кезгенді. Кітап әпер оқысын балам қолына, малдаяма оқу білім жолына. Өнер алып басқалармен қатар бол, жер жүзі бір адамзаттың ұлына. Байғұс қазақ бас көтеріп тұрар ма, көңілі түсіп білім мойнын бұрар ма? Күні туып оң жағынан солдан ай, оқу менен жайнатып дүкен құрар ма?